Құпия сөз. Өміріңді өзгертетін әңгіме. Сиқырлы үн YouTube арнасына жазылып, үліпіл басуды ұмытпаңыздар. Жадыраның өмірі басқалардікі сияқты қарапайым еді. Таңғы 4-те оянады. Ас үйде ыдыс-аяқтың сыңғыры, шәйнектің қайнаған үні, күнделікті тіршіліктің шуылы. Балалар мектепке, күйеу жұмысқа, одан кейін кір жуу, еден жуу, тамақ істеу. Осылайша күндер өте берді. Өмірі бір сарында бәр ішіндеп жүгіргенімен өз ішін ештеңе қалмайтын. Кейде түнде жастыққа бетін көміп жылап алатын. Бірақ таңертең қайта күлімсіреп тұру керек. Өйткені балаларына ана керек, күйеуіне жар керек, үйге тірек керек. Бір күні қатты шаршағаннан автобуста келе жатып, көз жасын әрең тыйып отыр еді. Қасында бір ақ жаулықты әже отырды. Әже оны ұзақ қарап отырды да жұмсақ үнмен: «Қызым, шаршадың ба?» деді. Жадыра таң қалды. Бұған дейін біреудің оның байқап қалын сұрағанын ұмытып кеткендей еді. «Иә, әже», деп сыбырлады. «Үйде бала-шаға бар ма?» «Иә, 4-еу». «Қиын екен. Бірақ қызым, ең қиыны өзіңді ұмытып қалғаның. Сен өзіңе қарайсың ба?» «Уақыт жоқ, әже». Әже күлімсіреп басын шайқады. «Қызым, мен саған бір құпия сөз айтайын. Бұл менің өмірімді құтқарған сөз». Жадыра елең ете қалды. «Қандай құпия?» Әже қолын жүрегіне қойып көзіне жас ала отырып, жай ғана сыбырлады. «Мен өзімді жақсы көремін». Жадыра күліп жіберді. «Әже, осы ғана ма? Оның несі құпия?» Әже күрсініп: «Иә қызым, өмірдің бар мәні осы сөзде. Білесің бе, мен де сендей болғам. Бәріне үлгірем, бәрін жасайым деп жүріп өзімді жоғалтып алдым. Бәрі үшін жанымды бердім, ал жүрегім бос қалды. Сосын қатты ауырдым. Сол кезде бір дана адам маған осы сөзді үйретті. Күнде таңертең айнаға қара, жылтыр көйлек кимесең де, боянып үлгірмесең де, көзінің астында қара дақ тұрса да, жай ғана көзіне қарады айт. Мен өзімді жақсы көремін». Мен сол кезде сенбедім, бірақ ертеңінде істедім. Басында күлкім келді, бірақ күнде қайталай бердім. Бір айдан кейін мен өзгере бастадым. Жадыра үнсіз тыңдап отырды. Әже сөзін жалғады. «Балам, әйел үйдің жүрегі. Сен сөнсең, үйің сөнеді. Сен жарқырасаң, үйің нұрланады. Балаларың бақытты болады, ерің саған сүйсіне қарайды. Бірақ ол үшін ең бірінші сен өзіңді жақсы көр. Өз жүрегіңе мейірімді шаш. Өзіңді аялай біл. Әйел өзін жақсы көрсе, бүкіл әлем оны жақсы көре бастайды». Жадыраның көзіне жас келді. Оның жүрегінде бір сәуле жанғандай болды. Ол осы сөздерді жүрегіне құйып алды. Үйге келген соң кешке балаларын ұйықтатып ваннаға кірді. Айнаға қарады. Көздері шаршаңқы, шашы дудыраған, жүзі солғын, бірақ әлгі әженің сөзі құлағында тұр. «Мен өзімді жақсы көремін», деп сыбырлады. Көзінен еріксіз жас ағып кетті. Бірінші рет өзін аяды, бірінші рет өзіне мейірімен қарады. Келесі күні де солай қайталады. Ертеңінде апталар, айлар өтті. Жадыра бір өзгерісті байқады. Ол ертерек оянатын болды, бірақ шаршаңқы емес. Айнаға қарап өзіне күлімсірейтіндей шығарды. Балаларына ашуланудың орнына оларды жиі құшақтай бастады. Күйеуі де бір күні: «Өзгеріп кетіпсің ғой сәулем, бұрынғыдай жарқырап тұрсың», деді. Сол сәтте Жадыра бар құпияны түсінді. Әженің айтқан сөзі рас екен. Бақыт сырттан келмейді, ол адамның өз жүрегінде жатады. Содан бері күнде таңертең жүгіріп жүріп ас үйге кірмес бұрын айнаға қарап ақырын ғана күлімсіреп айтады: «Мен өзімді жақсы көремін». Бұл сөз оның өмірін өзгертті. Ал сен бүгін айнаға қарап айттың ба? Құпия сөз: «Мен өзімді жақсы көремін». Бұл сөзді оқыған адамның өмірі өзгереді. Мүмкін дәл қазір сенің де.